Картоптың емдік қасиетін білесіз бе? Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың мойнында 20 миллиграмм с дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Пайдалы ақпаратты жалғастырмас бұрын каналға жазылып қоңырау белгісін басып қойыңыз. Картоптың адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С және Б тобындағы дәрумендер мен калий, кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, йод, фтор және фосфор элементтеріне бай. Аяқ пен қол ісінген жағдайда картоптың қабығын аршып үккіштен өткізесіз. Үгілген картопты ісінген жерге жағып 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын түкті сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қышылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Күніне 3 рет таңертең аш қарынға, түсте астан жарты сағат бұрын, кешке ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн демаласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратын да қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізіп қоюы керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картоп жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтың медицинада картоппен күйген теріні қышыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда қайнаған картоптың буымен емделуге болады. Ал көмей мен жұтқыншақ қабынғанда шикі картоп шырынымен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын 1-2 стаканнан ішесіз. Шамамен 5 минуттан соң 1 стакан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Емді қолдану мерзімі 2 апта. 10 күн үзіліс жасап, емді қайталау керек. Осындай тәсілмен емді 3-4 курс қайталаған дұрыс. Бұл ұйқы без ауруына ем болады. Егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. Ал ағзадағы шлактардан арылу үшін шикі картоп шырынына сәбіз бен балдыркөк шырынын қосып ішу керек. Остеохондроз кезінде ауруды басу үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, балмен қосып компресс жасасаңыз, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Мұндай компрессті ауырған жерге 1 сағат қоя аласыз. Картоптың зияны. Пайдасы мол картоптың зиянды тұстары да жоқ емес екен. Мәселен, жасыл картоп адам өміріне өте қауіпті. Осындай жасыл түсті дақтары бар картоптың бойында улы зат соланин көп болады. Егер де адам соланины көп картопты артық жеп қойған болса, онда оның терісінің түсі өзгеріп, артынан өкінішті жағдайлар орын алуы ғажап емес. Сондықтан да мамандар картоптың жасыл дақтарын кесіп алып тастау керек деп кеңес береді. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.